Ережеп берекелі һәм ұлық ай. Бұл айда игі амалдарға мол сауап жазылады. Құлшылықтар мен дұғалар қабыл болады. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. 5 түн бар, онда дұғалар кері қайтарылмайды. Олар Ережеп айының алғашқы түні, Шағбан айының жартысындағы түн, Жұма түні, ораза және Құрбан айт түндері деген. Ережеп, Ражаб, Алла тағаланың соғысуына, қан төгуіне тыйым салынған. Зұлқағда, Зұлхижжа, Мухаррам, Ражаб айларының бірі. Ражаб сөзі ұлықтау, құрметтеу деген мағынаны білдіреді. Кейбір деректерде жер жүзін су басқанда Нұх пайғамбар кемеге Ережеп айының 1-ші күні мінген. Мұхаммед пайғамбарға оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ең алғашқы уахи Ережеп айында түскен. Осы айда Исра және Миғраж оқиғасы болған деген мәліметтер айтылады. Тағы бір деректе Ережеп ол суы сүттен ақ, балдан тәтті және мұздан салқын бір жұмақ өзенінің аты, және бұл мөлдір бұлақтан тек осы айда ораза ұстағандар ғана ішеді делінген. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ережеп айында ораза ұстаған. Алайда бұл айда ораза тұту немесе тұтпау әркімнің өз еркі. Ислам діні келместен бұрын Ережеп айында құрбан шалу рәсімі бар еді. Ислам келіп оның үкімін жойды. Бір кісі пайғамбарымызға оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Біз жахиллияхта, надандық дәуірде Ережеп айында осы айдың құрметіне құрбан шалатын едік. Енді бізге не бұйырасыз? дейді. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Алланың жолында қайсы айда болса да құрбандықтарыңды шалса, шала беріңдер. Алла үшін жақсылық жасаңдар, тамақтандырыңдар дейді. Шариғат бойынша жағдайы бар мұсылманға құрбан айт күні құрбан шалу уәжіп, міндет. Ал басқа уақыттарда ол нәпіл ғибадат болып есептеледі. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ережеп айында көп истиғфар айтуға, кешірім тілеуге үнделген. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ережеп айы басталғанда: «Уа Алла, Ережеп және Шағбан айларында бізге береке бер, бізді Рамазан айына жеткізе көр» деп дұға еткен. Ғалымдардың бірі Ережеп желге, Шағбан бұлтқа, Рамазан жаңбырға ұқсайды. Ережеп айында дән егілмесе, Шағбан айында суарылмаса, Рамазан айында одан қандай егін күтуге болады деген екен. Сол себепті бұл айды барынша пайдалы өткізіп, ғибадат жасап, дұға етіп, ұрысқан кісілер болса, бір-бірімен жарасып, татуласу керек. Алла тағала баршамызға Ережеп айының игілігі мен берекесін нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, тәуелсіздігіміз баянды болғай. Әмин.